Жақсы идеясы болғанымен кәсібін ашуға, немесе жұмысын ауыстыруға қорқақтап, тәуекел ете алмай жүргендерге қамшы болсын деген ниетпен, мына бір мысалды айтқым келеді. Үлкен өзеннің бойында бір балықшы өмір сүріпті. Жас күнде күн көрісі тәп-тәуір болады. Кейіннен заман өзгеріп, жақсы күндер көрген түстей зу етіп өте шығады. Бұрынғыдай өзенде де қыруар балық жоқ. Балық аулайтын ауы ескіріп, қайығы тесіліп, жаңасын алуға қауқар жоқ. Қысылтаяң шаққа кеп тірелген кез екен. Балықшы таң атар атпастан қайығын жөндеуден күнін бастайды. Бір күні балықшының үйіне құдайы қонақ боп бір қария келіп қонады. Балықшы барын беріп төрге оздырып, қарияны шамасына қарай күтіп алып, бар ілтипатын көрсетеді. Таңертеңгісін кетуге жиналған қария үй иесіне алғысын қалай білдіргенім жөн деп сұрайды. Балықшы ел аралап жүрген, оның үстіне жасы үлкен адамның өмірде көргені мен түйгені де мол болатынын айтып, қартқа былай дейді: байқауымша, бармаған жеріңіз, баспаған тауыңыз жоқ секілді, көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра демеуші ме еді. Ақсақал, алғыс орнына жақсы бір ақыл айтсаңыз болар еді. Мына кедейліктен қайтсем құтылам. Кедейліктен құтылғың келсе, қайығыңды суға батырып жібер дейді қария. Басқа еш нәрсе деместен бұрылып кете барады. Балықшы аңтарылып тұрып қалады. Мынау алжыған бір қария екен ғой деп ой түйеді. Әлде, менің аштан өлгенімді қалады ма екен бұл қария дейді, естігенін ұмытып кетеді. Бұрынғы тірлігіне қайта кіріседі. Күннен күнге халі мүшкіл тартады. Кей-кейде отбасы нәпақасыз қалып, аштан аш жатқан кездері болады. Бір күні ол теңіз ортасында балық аулап жүрген кезде қатты дауыл тұрады. Қайығы аударылып, өзі суға құлап әрең аман қалады. Ал сынық қайығы суға батып кетеді. Су жағасына арпалысып әрең жеткен балықшы өмірген алып жылайды. Бір уақытта өзіне өзі дем беріп орнынан түрегеледі. Лашығына кіріп, бар дүниесін түйіп, арқасына салып, жақын маңдағы өзеннің ағысымен төмен қарай жүріп кетеді. Сөйтіп, ілдәлдалап келе жатқанда бір ауылға тап болады. Ауылда қайықтан көп нәрсе жоқ. Үлкені, кішісі, кемесі де толып жатыр. Мынаны көріп балықшы жүрегі жарыла қуанады. Бірақ өзінде қайық жоқ. Алатын ақшасы да жоқ. Жұрттың қайықтарына қарап балықшының көңіл күйі бұзылады. Қайықтардың барлығын қарап шыққан ол қайсының қай жері жөнделгенін, қайсының қай жеріне жөндеу қажет екенін байқап қалады. Сөйтіп балықшы қайық жөндеуші болып жұмыс істейді. Өзінің жалғыз қайығын өмір бойы жамап өткен бейбақ, қайықты қалай жөндеу керектігін өте жақсы білетін еді. Біраз уақыттан соң мықты қайық жөндеушіге айналады. Атағы басқа өңірлерге тарайды. Шебердің қолынан шыққан қайықтардың есебі болмапты. Ауыл адамдары мақтап, еңбегі жанады. Оның жөндеген қайықтары су жаңа қайықтай жаңарады екен. Алыс жақыннан тапсырыс беретіндердің қарасы көбейеді. Арада көп уақыт өтпей-ақ балықшы үй сатып алады. Үй ауласында түрлі жеміс ағаштары бар бау-бақшада жайқалып тұр. Маңдай терін төгіп жасаған еңбегі ақталғанына қуанады. Аштан қалған күндерін ұмыта бастайды. Бұрынғыдай емес, енді бұл қалаған нәрсесін алып кий алады, дәмді ас жей алады. Күнде табыс түсіп тұр. Тұрмысы түзелген балықшы бұрынғы ескі лашығына келіп, су жағасында ойға шомып отырады. Сол кезде қайығыңды суға батырып жібер деген ақсақал есіне түседі. О, неткен дана сөз. Мен қарияның ақылына мән бермеппін ғой деп күбірлейді. Бұл мысал нені ұқтырады? Басқа түскен мәселеден, қиындықтан қорықпайды. Хатыма осы мысалды өзек ете отырып ешқашан еш нәрсеге өкінбеңіз. Өйткені кейде жамандықтар жақсылықтың орындалуы үшін болады дегім келеді. Өмір жолында сүрінсеңіз, құласаңыз, басыңызға қайғы түссе, жұмыстан босап қалсаңыз, уайымға берілмеңіз. Өйткені сол қиындықпен мәселе арқылы өміріңізге жақсы өзгеріс енеді. Ендеше өзгерістерден және өзгеруден қорықпаңыз, оқырман.